Сәлем достар, біздің челлендж каналымызға қош келдіңіздер. Және де бүгін біз челлендж түсіретін боламыз. Челленджіміздің аты кім үлкен аққала соғады. Челленджде болатындар Мен Мариам, Омар. Аха, енді қазір екеуіне де 10 минут береміз. Екеуі 10 минуттың ішінде қайсысы үлкен, керемет, құлақ қамайтын күшті аққала соқса, сол жеңеді. Ал біз жеңген адамның желаниясын орындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, Алматыға 1-2 күн бойы тоқтамай қар жауды, күн деген жаман суық. Ал ендеше онда челленджімізді бастайық. Таймерді қоямыз. 1, бастаңдар. 2, 3, жібердім. Қарқатты. Достар, сіздер де қар жауған кезде біз сияқты аққала челлендж жасаңыздар. Қарқатты жабыспайды. Не істеп Мен жеңуім керек бұл челленджде. Біз парктеміз, көріп тұрғандарыңыздай. Ауа райы өте керемет. Таза ауа. Аққала соғуға соқты ауа райы. Мұздай. Тоғыз минут қалды. Кім жеңуі мүмкін? Маған қызық. Омар, сен не істеп жатсың? Аққаланы қалай соғайын деп жатсың сен? Әдем қол. Қатты қол соғайын деп. Мариям, сен жеңемін деп ойлайсың ба? Иә, Қанша уақытты әдемілеп салып бітемін деп ойлайсың? білмеймін бірақ 10 минут өте аз. Иә. 10 және қатты аққала соғу. Бұл челлендж сендерге ұнап жатыр ма? Иә. Ал егер жеңсеңдер, қандай желание айтуларың мүмкін? Қарға бетті тығу. Мен айтамын бұлармен. Қарға бетті тығу. Ал көреміз онда. Может быть, бетіміз қарға тығылмайтын шығар? Иә, тығылады. Ал, уже 7 минут болды. Ешқайсында шығып жатқан жоқ қой мыналардың. Қайтып жеңейін деп жатыр. 10 минут аз оқыған сияқты. Бірақ та болады, жетеді ғой. Менің ойымша жетеді. Бүгінген таза ауа. Сондай салқын. Шыршалар әдейі екен мына жерде. Закат болып отыр. Достар, сонымен дала жаман суық, бәріміз жаурап жатырмыз. Негізінде бұл паркке біз сіздер үшін келген едік. Сіздер үшін келіп, челлендж түсіреміз деп шешкенбіз. Бәріміз уже жаурап жатырмыз. Сондықтан да, егер видео ұнап жатса, лайктарыңызды қойып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Достар, күн шынымен де жаман суық. Екеу аққалаларын қазір бітіріп қалды. Не деген қарны жаппайды қар ғой уже. Әрең дегенде мынаны жасадым.
Омар, сен не істеп жатсың? Мен деген үй соғып жатырмын. Қолым қатып қалды ғой. Давайте. Болыңдар. Бізде қазір... Өте аз. Сыншалды. Менің ойымша жетеді 10 минут деген. Жарты сағат бойы далада не істейсің? 5 минуттай қалды. Ал енді барларыңды салып, жеуіңге тырысыңдар. Сосын нормальный желание айтатын жоқсыңдар, Барға, ойбай, басты қарға тығу. Басқасын таппадың ба? Жарайды, көреміз кіз. Қараңыздар. Не істеп олды? Ан жақтан барып алып келу керек. Көреміз кіз кімнің ақыласы әдемі шығады. Сонымен қатар ол керемет құлақ қамайтын төзімді бір аққала болу керек. Көреміз қазір. Өте қызық болып жатыр. Басын бәрі құтылдынан. Мен айтайын да, достар, күн суық, дала аяз. Біз сіздер үшін челлендж түсіріп. Енді, достар, күн деген суық. Біз сіздер үшін челлендж істеп жүрміз. Қазір енді мұрнын қоям. Орын қояды кәз. Уақыт аз қалды уже. Ал, давайте. Тура олып сияқты. Есін теріс тық қойдың ғой маны? Маған бәрі қойыш. Әтеуір ұзын болса болды. Мынау алды ма сонда? Алды бола берді. Вообще дөңгелек болып шықпады мыналарды негізі. Көреміз енді ауа райына да байланысты. Жаман суық болып жатыр. Енді өзім істедім мен. Өзім істеп көріп жаман қойын. Өзім істемеген соң білмей тұрған шығармын. Оңай ғой деп қой. Бірақ шынымен оңай сияқты. Мен спосын көрсетемін бе? Мен деген алам. Келем. Қолымның қатқаған қарларды. Қолым қатып қалды мен кәдімгідей. Сосын барып, қолымды астына тұлып, осына үлкен қарды алам. Вау. Лайфхак деп қойсай. Бірақ анауың дөңгелек емес негізі. Дөңгелек емес, бірақ кішірейтіп, үстіне қоя берсе, дөңгелек болады. Болды. Жетеді. Рахмет. Жай ішін қазір. Қоятын едім ұзынырақ. Интервьюңызға көп рахмет. Рахмет сізге. Шыдамай. Жабысты ма? Көзі не нәрсе бұл? Жүзім. Жүзім? Иә. Оны сәбіз теріс жабысып қалған. Құлады ма? Саған. Не везет-то? Басына істеп көрсеш. Жарайды ба? Одан да ұзын табамыз. Пока. Ал, Мариям ханым. Сіздің жұмысыңыз қалай болып отыр? Жаман болды. Жаңа ғана әдем болып тұр еді ғой. Басымыз қарғат қамайсың, осы сен, Дала деген суық. Біз еще қазір ғана мектептен шықтық. Өте әдемі парк негізі. Маған ұнайды осы. Ана жақта закат, уже күн батып кетті. Тура мектебіміздің жанындағы. Міне біздің мектеп мынау.
Ан жақта тағы новый мектеп ашылып отыр. Достар, егер сіздер челленджден басқа влог, тағы да басқа біздің күнімізді көргілеріңіз келсе, 1000-нан көп лайк жинаңыздар. Достар, қар жауып жатыр. Сол үшін менің аққалым осында болды. Міне жаңа ғана әдемі ұшып жатқан еді ғой. Енді сәтпен қоямыз. Не болды ма? Ал, сен не істейсің? Енді көзім. Бұл жүзім, иә. Ал енді бұны жеңітсе олайсың ба сен? Білмеймін. Бұл қаласаған қандай мультфильм персонажын есіңе түсіріп тұр? Қандай адамға ұқсап тұр? Олфқа ұқсап тұр ма? Иә. Неужели? Да, неужели? Уақыт бітіп қалды. Ал. Қанша уақыт қалды? Şimdi. 1 минуттан аз. Айва, қайсы жеңеді өзі? Жеңбейді ау ешқайсы. Мынаку бес қой. Менікі бәрібір ұзын. Бетін істемесем бола ма? Қайда қоймасай? Істеу керек. Ешқайсы жеңбейді ау осы. Жарайды енді. Еңінші. Ал мынау аққала не нәрсеге ұқсап тұр? Бас жоқ аққалаға. Қайсысы көбірек Олфқа ұқсап тұр деп ойлайсыңдар? А? Менің ойынша менікі ұқсайды. Бірақ бәрібір де дөңгелек болмаған. Көрейік. Үстіп, екеуінің жұмыс процесі өтуде. Мен что-то бір нәрсе. Нені? Иә. Қолым. Қолын? Иә. Қолында не жасайсыңдар? Енді ағашын жасаймыз. Сәл түйелерін қосып жібереміз. Аха. Жерде төгіліп жатқан олып болды ғой мынау. Енді Кәдімгідей. басқа вариант жоқ. Иә. Достар, уже Алматыда қардың жауғанына қанша уақыт өтіп кетті? 2-3 күнде өтіп қалды. Бұл уақытты пайдаланып, қарлар ерімей тұрған кезде түсіре үлгерейік деп шештік. Негізі бүгін күн жарқырап шығып тұрған. К счастью, қар ерімеген. Біз челлендж істеп үлгеріп жатырмыз сіздер үшін. Түсіріп қалайық, моментті пайдаланайық. Одан кейін менің аққалым осылай шығып жатыр. Бойы ұзын болса маған жетеді. Аха. Қоямыз қазір. Сосын кірпетеміз. Достар, қараңыздар, что-то Омардың ақыласы провал. Бірақ Омар мұн жақта бір нәрсе ойлап тауып жатыр. Ойынның шарты ең үлкен аққала жасау керек еді. Міне, жасадым. Қазір енді аузын көзін қоямын. Олай болмайды. Қазір енді жеңеді. Аха, мынау Омардың идеясы сонымен. Омар арамыздағы несі жақсырақ істейтін адам. Омар жеңетін сияқты ғой. Негізі шынымен де біздің шартымызда ең үлкен аққала еді. Ал Омар соны пайдаланып, түсіп, осындай аққала істеп жатыр.
күтпеген аққалым. Менің аққалам дайын. 3, 2, 1. Достар, сонымен біздің аяқталды деп жариялаймыз. Ал кім жеңді деп ойлайсыңдар? Мен ойымша, Омар жақсы нәрсені ойлап тауып жеңді. Шынымен де үлкен аққала болды. Ал енді менің желаниям екеуі де қармен бетін жусын. Достар, сонымен күн суықтығына қарамай, біз Омардың желаниясын орындай деп жатырмыз. Достар, қасалсаңдар әлі көтесің бе? Жазу қой. Думай мен. Не oldu? Ақырын Arkadaşlar. Достар, сонымен біздің бүгінгі челленджіміз бітті. Сіздерге челлендж ұнады деген ойдамын. Лайкты Basılдар. видеоның соңына шейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше сіздерді келесі челленджімізді күтетін боламыз.